الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وعملا وإخلاصا يا رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz алдында айттық, ишмам және де роум жасалмайтын жерлер бар деп айттық. Иә? Енді соның бірінші хау тәнис المكتوبة هاء المكتوبة هاء يعني ها болып жазылған тау тәнис ха болып кеткен. Мысалы жаңағыдай ниъма рахма деген сияқты. Соған тоқтайық біріншісіне. ها تأنيث مكتوبة المكتوبة هاء وهي هاء تلحق آخر الأسماء يعني есімдіктердің соңында жазылады өзі. Ол ешқашанда тамарбута дейді немесе тау тәнис дейді. Хау тәнис ол ешқашанда сөздің басында ортасында келмейді, сөздің соңында келеді. Не үшін келеді? Оның әйел тегінде екендігін көрсету үшін келеді. Сол есімдіктің әйел тегінде екендігін көрсету үшін келеді. Такуну фил васли таан. Енді ол васл кезінде тә болады, тә болып оқылады. Мысалы, мынаны оқитын болсақ, рахматин деген сияқты. Рахматин деп жалғастырып кетесіз ары қарай. Ал тоқтайтын болсаңыз, онда рахма деп тоқтайсыз. رحمة деп ха қылып тоқтайсыз. لا يدخلها الروم والإشمام ولا الإشمام. Yani ишмам да ром да кірмейді өзіне. Рахма деген сіз оны рахмати деп айта алмайсыз ғой, рахмати деп айта алмайсыз ғой. Немесе жаңағыдай ишмам жасалмайды. Сол сияқты ниъматун дегенде солай. Ниъма деп тоқтайды, болды. Ишмам ром жоқ. Енді кейбір тау тәнистер кейбіреулері мұсхафқа тә болып жазады, кәдімгі тәул мабсут болып жазылады. Мынандай тә бар ғой, кәдімгі смайлик, сондай тә болып жазылады. Өйткені кейбір араб жаңағындай тайпаларында, солардың диалекттерінде қолданылатын болған, солай жазылып. Сөйтіп тә қылып оқитын болған. Енді Хафс риwаятында сол ондай да тәлер жетті. Ондай тәләрді кіргізген. Рахмату деп келетін жел, жәннәту деп келетінде кәдімгі тымен жазылған мұсхафта бар. Енді Хафс сол уақыфты риwаят жеткізеді жалпы. Оны қай кезде жалпы иттирар, ихтибар, сол мәжбүрлі түрде немесе бір жаңағыдай емтиханмен шейх сынап тоқтатқан кезде оны тағылып оқимыз. ويدخلها الروم والإشمام. Ол кезде ром да ишмам да кіреді ол кезде. Мысалы, имраату имрана дегенде мысалы оны мысалы сукунмен тоқтаймыз ғой. Имраат деп тоқтаймыз сукунмен. Немесе ишмам болсақ болады. Имраат деген сияқты. Немесе имраат деп сәл несін береміз, харакаттың үштен бір бөлігін береміз дыбыстап. وَبِنِعْمَةِ деген сияқты. Сол жерде وَبِنِعْمَةِ дегенде бұл жерде раум жасалады, сосын сукун жасалады. Ишмам жасамайды, ишмам тек домамен ғана болады. Рахмата раббик дегенде рахмат деп тоқтау болады сукунмен, немесе немен тоқтау болады, басқаша тоқтау жоқ. Яғни бұл жерден ишмам да раум да жасалмайды. Раум тек домма касрамен ғана жасалады. Ал ишмам тек фатхамен ғана тек доммен ғана жасалады. Сондықтан да фатхамен ешқандай раум да ишмам да жасалмайды. Фатхамен келсе сукун жасалады міндетті түрде. Сукун барлық жағдайда жасала береді. Білеміз, Енді мимул жам дейді, аля қираат сила. Жалғастырып оқыған жағдайда жамақ мимға вау жалғанады. Мысалы, кейбір жаңағындай 10 қырағат иелерінің кейбіреулері имамдары сол мим жамық деген жалпы андай ғой, көпше түрді білдіріп келетін мим ғой. Сол көпше түрді білдіріп келетін мимға вау жазылып отырады. Жазылу тұрғысынан вау бірге қосылады. Жазылу жағынан. Яғни жалғастырып оқыған кезде солай. Алейхиму деп.
вау қосады. Кейбір енді жаңағындай тайпалардың, кейбір рулардың диалектері бойынша солай вау қосылады. мысалы алейхиму ғайрил мағдуби алейхиму вәләддаллин деген сияқты алейхиму деп оқиды. Енді бұл жерде сіз не істемейсіз, ишмам жасалмайды бұл жерде. Бұл жерде раум жасалмайды, өйткені негізін бұл жаңағындай касра сияқты ғой. Яғни негізі касра емес. Сол сияқты мына жерде алейхиму деуде негізгі ол дамма емес, ол мимнің ше. Мим негізі әсілінде ол сукунды. Сондықтан да бұл жерде алейхим деп тоқтаған кезде алейхиму деп айта алмайсыз. Немесе алейхим деп айтпайсыз. Өйткені бұл дамма негізгі несі емес, мимнің негізгі каср харакат емес ол. Бұл жаңағыдай кейбір қырағаттардағы қолданылатын кейбір тайпалардың диалектісі бойынша оқылады. فإذا وقفوا سكنوا الميم дейді. Тоқтайтын болсақ тек сукунды ғана қыламыз, болды. Алейхим дейміз, болды. Раум ишмам кірмейді болған. Сол сияқты аяқ астына пайда болатын касра, яғни негізгі емес, аяқ астына пайда болатын тұрақсыз касра. Бұған да сондай касрамен жазылған сөздің соңына да раум ишмам жасалмайды. Түсінікті, иә? Тек қана оған сукун ғана тоқталады, сукунмен ғана тоқталады. Мысалы қулиллахумма деген сияқты. Мысалы қулиллахумма дегенде, мысалы сіз қул деп тоқтайтын болсаңыз, қули деп айтпайсыз оған. Қули деп раум жасамайсыз. Қул болды. Өйткені бұл касра негізі әсілінде ол сукунды айттық қой. Екі сукун жолыққан себепті ләмға касра беріп жіберген. Аяқ астынан пайда болған касра да негізгі емес. Сол сияқты ва изибтала деген сияқты. Ва из негізі әсілінде сукунды. Касра ол аяқ астынан пайда болған, сол себепті онымен раум жасалмайды. Хина изин деген сияқты. Біз айттық алдында хина из деп тануин ол бөлек сөз деп бағана хилят тилава кітабынан мысал ретінде келтіргенбіз. Енді бұл мәселе осындай. Хәу дамир деген нәрсе бар. Хәу дамир, яғни хәнің дамирі ол үшінші жақтағы ертегінің бірлігіне қатысты қолданылатын хә жұрнағы. Ол немесе дамал болады, немесе касралы болады. Яғни фатқал болып келмейді ол. Касралы немесе дамал болады. Мысалы иннаху аля раджиихи лақадир дегенде, мысалы иннаху көрдіңіз бе? Раджиихи касрал дамал болып қана жазылады. Жалпы қырағат имамдарының көзқарасында раум ишмам кіруіне қатысты үш түрлі көзқарас бар. Қырағат имамдарында үш түрлі көзқарас бар. Осы хә дамирына, хә жұрнағына жалпы раум ишмам кіре ме, кірмей ме деген қатысты. Кейбір ғалымдар айтады, полностью толыққанды кірмейді дейді, ешқандай. Ишмам раум жасалмайды дейді тоқталған кезде ше. Мысалы иннаху деп тоқтайтын болсақ, немесе раджиих дегенде иннах деп тоқтаған кезде жасала ма, жасалмай ма? Мысалы толықтай жасалмайды дейді, қандай жерде болмасын. Енді әл-жауазул мұтлақан, кейбір ғалымдар айтады, полностью қай жерде болса да раум ишмам жасалады дейді. Әрине ишмам тек дамасына жасалады, ал касралы болса, немесе дамал болса, раумда жасала береді екі жағдайда да. Енді үшінші көзқарас мазхабу тафсил, яғни егжей-тегжейлі қарастырыламыз. Енді шарттармен жасалады, шартқа сәйкес келмесе жасалынбайды дейді раум ишмам. Бұл қандай шарт? Раум ишмам келмейді дейді, егер хәу дамирға, егер де хәу дамирдің алдында мынандай нәрселер келетін болса дейді. Түсінікті ғой, хәу дамирда раум ишмам жасалмайды, егер де хәу дамирдің алдында мынандай пәленшелер келетін болса. Мысалы бірінші я сәкине келетін болса, сукун я келетін болса, онда хәу дамирға ишмам жасалмайды, раум жасалмайды. Мысалға я сәкине деген мынау фи мысал келтіріп, мысалы фи деп тоқтайтын болсақ, мысалы фи ол жерден сіз раум ишмам жасамайсыз, фи деп айтпайсыз. Түсінікті ғой, иә? Фи деп раум жасамайсыз. Сол сияқты кутубихи дегенде де, мысалы кутуби деп айтамыз сукунмен. Сукунмен айтуға болады, бірақ раум ишмам жасалмайды. Раум жасалмайды бұл жерде. Кутубихи деп
ром жасамаймыз. Сол сияқты бұл енді касраға қатысты ғой. Енді вау сукунды вау келетін болса, ха жұрнағының алдынан. Мысалы фаалу деген сияқты. Сонда бұл жерде ишмам жасаламыз да, фаалу деп жасалынбайды. Түсінікті ғой, өйткені алдында вау келіп тұр сукунды. Немесе ромда жасалмайды. Фаалу деп, ху деп сәл айтылмайды. Сол сияқты алдынан дамма келсе, юхлифуху деген сияқты, юхлифу сукун жасалады, бірақ ром ишмам жасалмайды. Юхлифуху фу деп айтпайсыз. Немесе юхлифу деп айтпайсыз, ишмам жасамайсыз. Ром ишмам ха дамирдің үстінде келеді. Ха дамирдің тұсында ром ишмам жасалады. Қашан? Егер де ха жұрнағының алдында үш нәрсе келетін болса, ол ашық, анық, таза сукун келетін болса, таза сукун. Мин деп ше, мин деп тоқтайсыз. Мин. Осы жерде ишмам ром жасауға болады. Мин деп ше, мин ишмам жасалды ма? Енді ром минху деп ше, сәл ғана. Егер де алдына фатха келетін болса, лән тухлафа деп хәмен сукунмен тоқтаймыз. Ал енді ишмам жасайтын болсақ, лән тухлафа деп жаңағындай раум лән тухлафа деп ху деп айтасыз сәл. Алиф келсе алдында иджтаба сукунды, раум жасауға болады. Иджтабаху деп береміз. Бәрекелді. Енді Құран кәрімдегі уақыфтың көріністері дейді. Қысқаша тоқталайық. Міне мысалы мән деп келді. Қалай тоқтаймыз? Таза сукун келіп тұр бұл жерде. Мән. Тек қана сукун жасалады. Таза сукунмен келсе, ол жерден ром ишмам жасамайсыз. Фатхамен келді. Ияка деп. Не жасалады? Фатхамен келсе, тек қана сукун жасалады. Ром ишмам жасалмайды. Ар-рахими ми деп келді. Касрамен келіп тұр. Сукунмен тоқтайсыз. Ар-рахим. Немесе ром жасауға болады. Ар-рахими. Нәбуду дамамен келіп тұр. Үшеуін жасауға болады. Нәбуді деп тоқтауға болады қалқаламен. Немесе ром жасауға болады. Нәбуду деп ром жасалады. Сосын ишмам жасалады. Нәбуд. Яғни қалқала жасайсыз, қалқаладан кейін бар ишмам жасайсыз. Нәбуд деп. Енді бұл мен шыны керек ондай бір үлкен бір шейхтардың қолынан сабақ алмағаннан кейін нақты шыға алмауым мүмкін, бірақ сіздерге теориясын беріп жатырмын. Бұның барлығын шейхтан кәдімгідей ижазасы бар, мықты ұстайтын, үйрететін шейхтің алдында отырып үйреніп алу керек. Иншалла баршамызға Алла Тағала соны нәсіп етсін. Сонымен қатар ары қарай рафа. Хаким мун деп тұр негізгі көзде. Рафамен келіп тұр дамамен. Сукун жасауға болады. Хаким деп. Немесе ром жасауға болады. Хакиму. Немесе ишмам жасайсыз. Хаким деп. У деп шығарасыз даманың көрінісін шығарасыз. Хасидин касрамен, яғни жармен келіп тұр бұл жерде. Жар, өйткені мәжрур ғой бұл, исм маураб. Хасид деп сукунға тоқтайсыз. Немесе хасиди деп ром жасайсыз. Насб алима. Бұл жерде насбта мынандай нәрсе. Насб болып келіп тұр ғой бұл. Бұл жерде тауид жасауға болады, яғни айуат жасауға болады. Тануиннан алифке тауид деген нәрсе бар. Біз Құдай қаласа қазір оны хилят телауадан бір уақиық кішкене. Тауид жасауға болады. Яғни алима деп соны мәт айуат қыласыз. Түсінікті? Мәт алифке айналдырасыз ғой. Тануинді, фатхал тануинді алифке айналдырып бересіз.
бұл жерде ешқандай раумда ишмамда жасалмайды. Міне осындай мәселе. Жақсы, енді біздің негізгі кітабымыз болған мынау жаңағындай мулахазатул уля. Қазір кешіріңіздер, қосып жіберейін қасына. Мынау қосылып кетті. Бізге мына керек. Енді қараңыз, мына жерде біз айттық, уақф хазф қылатын да тұсы бар дедік біз. Хилат тилауада 5 жолда айтты. Сукунды тоқтауға болады, ишмам жасауға болады, раум жасауға болады, сосын хазф жасауға болады, сосын ибдал жасауға болады, ауыстырып жіберуге болады. Хазф деген өшіру, түсіріп тастау. Хазф, мысалы жаңа айтқандай, тануинда жүреді. Мысалы рахимун деп келген болса, сіз рахим деп тоқтап тануин түсіртпейсіз, яғни домманы түсіртпейсіз, касраны түсіртпейсіз. Соны түсіру дейді бұл жерде. Енді одан кейін мысалы хау дамирдің силасын түсіртпейсіз. Иннаху дегенде мысалы негізінде сила бірге байланыс жүретін мәт бар. Сол түсіп қалады мысалы. Түсінікті? Би'ибадихи хабира дегенде мысалы би'ибадих деп тоқтасаңыз, оның созылатын силасы түсіп қалады. Соны айтып жатыр. Силатул мим жам. Мимнің жаңағыдай жамақ миммен бірге байланыс жүретін вау да түсіп қалады. Мысалы жаңағыдай сираталлазина ан'амту алейхиму гайрил мағдуби алейхиму валаддаллин деп кейбір қырағаттарда бар ғой. Сол жерде химу деп негізінде алейхиму деп вау жүреді. Сол вау да түсіп қалады дейді. Алейхим деп тоқтайтын болсаңыз. Соны айтып жатыр, яғни хазф қылумен тоқтайды деп жатыр. Сонымен қатар я заваид дейді бұл жерде. Я заваидтар түсіп қалады, я заваидтар келетін болса түсіп қалады, хазф жүреді. Яғни мысалы қараңыз, негізінде уасыл кезінде я заваидтардың бәрін түсіреді жалпы. Бірақ хафс риуаятында ғана бір сөзде жаңағыдай несі я заваид түспейді, я заида түспейді. Я заида түспейді, керісінше оны уасыл кезінде фатхамен бекітеді. Яғни былай. Мысалы фама атани Аллаху хайр деп атания деп айтасыз бұл жерде. Түсінікті ғой? Мынау я кәдімгі фатхамен оқылады. Уасыл кезінде міндетті түрде оқылады ол. Ал негізінде кейбіреулер жаңағыдай уасыл кезінде бүкіл яларды бекітеді. Бізде бүкіл яларды уасыл кезінде бүкіл ялар олай дыбысталмайды. Тек уасыл кезінде тек қана осы я ғана қосымша осылай жазылған. Бұны я заида дейді. Қосымша, қосалқы я. Сол я ғана уасыл кезінде дыбысталып оқылады. Фама атани Аллаху хайр деп. Түсінікті ғой, иә? Бірақ тоқтаған кезде дәл осы жерде уақыф кезінде екі түрлі вариант бар, екі түрлі нұсқа бар. Не хазф қылып түсіріп тастауға болады, иә? Ол кезде нунның бойынан жаңағыдай сукунды жасауға да болады, немесе раум ишмамды жасауға болады. Яғни фама атан деп мына жерде тоқтауға болады сукунмен. Түсінікті ме? Фама атан. Мына жерде тоқтайсыз. Тоқтасаңыз сукун болады бұл жерде. Тоқтаған кезде. Немесе тоқтаған кезде сукунмен тоқтауға болады, немесе раум жасауға болады. Фама атани. Көрдіңіз? Фама атани. Раум жасайсыз. Енді бұл жерде ишмам жоқ. Немесе исбат қылуға болады, яғни фама атани деп созып тоқтауға да болады осы тұста. Міне осындай мәселе. Одан кейін бесінші тоқтау жолы ол ибдал жасаумен, яғни ауыстырып басқа нәрсеге ауыстырып жіберумен тоқтау. Ол бағана жаңа келтірген алима деген сияқты мысал. Тануин, фатхалы тануинді
ибдал ауыстырып жіберу дейді. Фатхалы тануин ауыстырып жіберу тоқтаған кезде. Ол бәрібір ол жаңағыдай насып қылынған, яғни фатхалы есімдік болсын, алиман деген сияқты, немесе ол исм мақсур болсын, енді жалпы бұл худан деген сияқты исм мақсур дейді бұларды. Енді немесе бір изан деген сияқты бір сөз болсын қысқаша. Иә, бұндайдың бәрінде жаңағыдай алифті біз тануинді алифке айналдырып жібереміз. Мысалы алиман дегенде алима деп созып оқимыз. Ол жерде ишмамда, роумда жасалмайды ештеңе. Бұл жерде сукун да жасалмайды, тек мәт қылып созасыз. Тоқтаған кезде осылай тоқтады. Худа дегенде де солай. Худан деп тоқтамайсыз. Худа. Сол сияқты изан дегенде мысалы иза деп тоқтайсыз. Хау таънис марбутада бұл жерде де ибдал ауыстыру бар. Қалай? Тау марбута білеміз ғой, жаңағы тәул марбута. Тәул марбута. Тау таънис бар ғой, жаңағы домалақ точкасы бар. Бұл жерде де ауыстыру бар, соған кіреді. Яғни жалғастырып оқыған кезде, бұл жалғастырып оқыған кезде кәдімгі тә болып оқылады, бұл жалғастырып оқыған кезде. Ал егер де тоқтайтын болсаңыз, мынау уасыл кезде, уасыл. Ал уақф кезінде бұл хә болады, сукунды. Көрдіңіз? Бұл хә сукунды хә болады. Сондықтан тоқтаған кезінде бұны тәден хәға қарай, сукунды хәға қарай ауыстырып жүреміз. Әл-жәннәтә келіп тұр ма? Бұл әл-жәннәтә тә деп тоқтамай жалғастырып оқыған кезде айтамыз. Ал тоқтайтын болсақ, әл-жәннә деп хәға айналдырып жүреміз, сукунды хәға. Міне осындай мәселе. Ары қарай енді негізгі тақырыбымызға оралайық. Осы жалпы хаул, раум, ишмамға қатысты бірнеше ескертпелер бар. Соларға мән берсек. Бірінші ескертпе: يجب على من يريد أن يقرأ القرآن أن يتعلم كيفية الروم والإشمام من المشايخ المهرة المجودين المتقنين دي. Кім-де-кім Құранды оқуды және де оның раум, ишмам сияқты Құранды оқуды үйренуді қалған адамға міндет болады не нәрсе? Раум, ишмамды шейхтің алдында, яғни мықты білетін, кәдімгідей профессионал шейхтардың алдында отырып үйренуі міндет болады дейді. لأنها صفة дейді. لا يمكن أن تفهم من الكتب дейді. Бұл кітаптан түсініп алына салатын нәрсе емес. Мысалы, менге видеодан сізге түсіндіріп бере алмаймын оны. Бәрібір дегенмен де шейх керек. Шейхпен нақты қалай ишмам жасалады, раум қалай жасалады, соны нақтылап біліп алған. Енді бұл ескертпе. Бірінші тағы екінші ескертпе: فائدة هذا الإشمام أن يدرك الشيخ أن القارئ يعرف حركة الحرف الذي وقف عليه. Яғни бұл ишмамның пайдасы не? Ишмамның пайдасы шейх сол Құран оқып жатқан адамға сол өзін тоқтаған әріпінің харакатын білуді үйретеді. Яғни ол харакат тоқтау арқылы ол қандай мағына беріп жатқандығын түсінеді да ол. Соңғы әріптің соңғы харакатын өзі адам білу керек екен да, Құран оқитын адам қалай тоқтап жатқандығын. Оның барлығы мағынаны дұрыс түсінуге алып барады. فعلى سبيل المثال, мысалы келтіретін болсақ, كثير من الناس عندما يقف على قوله تعالى, мысалы Алла Субхана тағала мына бір сөзді оқыған кезде, وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد деген сүреге, аятқа келіп тоқтаған кезде дейді көп адамдар, ويطلب منه أن يصل لفظة المجيد بما بعده لا يعرف كيف يحركها дейді. Яғни шейх одан мысалы талап етіп сұрайтын болса, әл-мәжиду дегенді, мысалы мәжид деп тоқтап қалды ғой, соны ары қарай жалғастыр келесі аятпен, қандай харакатпен жалғастырасың деп талап еткен жағдайда оны қандай харакат беретінін білмей қалады дейді да. Мәжиду ма жал, мәжиди ма деген сияқты, мәжида ма әлде білмей қалады. لأنه اعتاد أن يقف عليها بالسكون. Ол өйткені оған сол мәжид деп сукунмен оқып үйреніп қалған дейді да әбден. فهو لا يعرف حركتها فتراه يقرأها بالجر. Сондықтан ол
харакатты оқымағандықтан сен оны кәсіра қылдырып оқытқандығын көресің дейді. Байқайсың. Фасахиху аннахум бир-раф. Ол ақиқатында ол домамен тұр ол. Мәжиду. Көрдіңіз бе? Мәжиди, мәжиду. Ол мағына өзгереді. Лианнал мәжиду, мәжид деп айтып тұрған себеп өйткені ол сифа болып тұр. Сифаттан кейінгі сифат. Көрдіңіз бе? Зул мәжид деген жеке бір сифат. Бұл жерде келіп тұрған. Мынау зул мәжид жеке бір сифат, мынау соның сифаты. Түсінікті ғой? Мысалы әл-ғафур, әл-вадуд деген барлығы сифаттар. Түсінікті ғой? Алла тағала сипаттар, яғни Алла тағала кешірімді, Алла тағала әл-вадуд құлдарын жақсы көреді. Зул арш, арштың иесі әл-мәжиду, аса даңқты, ұлы деген мағынада да, даңқты деген. Осындай нәрсе. Енді қараңыз, әл-хабар бa'да хабар дейді. Немесе ол хабардан кейін хабар. Немесе сифат болуы мүмкін, Алла субхана тағала, немесе хабар болуы мүмкін дейді. Ва хуа маътуфун аля ал-ғафур. Ол ғафурға маътуф болып тұр, көрдіңіз бе? Маътуф деген яғни соған телініп тұр. Соның жыныстасы болып тұр ғой айтқанда. Ва хуа марфу, өйткені ғафур бұл жерде марфу болып тұр. Ал егер де мәжиди дейтін болсаңыз, мына жерде кәсірамен, онда арштың сипаты қылып жібересіз. Арштың сипаты. Ұлы аршының иесі деп келеді. Көрдіңіз бе? Даңқты аршының иесі. Ал мағына өзгерді. Тағы да бір ескертпе. Тәмәннә дегенге қатысты. Енді оны білуіңізде мүмкін. Жалпы аслу хадихил калима, бұл сөздің негізгі әсілі тәмәнуна. Тәмәну. Бұл жалпы бинунайни. Әл-ула марфуатун ва хия ламул фи'ли. Негізінде тәмәну, көрдіңіз бе? Раф болып тұр бұл. Тәмәну. Өйткені ол әріптің етістіктің негізгі әріптерінің біреуі, ләм әрпі уәзінде. Ва сәнияту мафтухатун, екіншісі фатхалы болып тұр. Тәмәну нә деп, ва хия нун мутакаллим. Өйткені нә деген ол нун мутакаллим. Яғни бізге ла тәмәну нә деп келеді ғой. Яғни бізге сенбейсің бе, бізге жаңағыдай бізден қауіптенесің бе деген мағына. Енді қараңыз, وقد أجمعت المصاحف على رسمها بنون واحدة. Бір нунмен ғана жазуға барлық мұсхафтар бір ауыздан келіскен. Жалпы барлық мұсхафтарда бір ауыздан бір нунмен ғана жазылған. Тәмәннә деп ше. وأما نطقها فيجوز لحفص عن عاصم فيها وجهان. Жалпы Асым жеткен Хafs риуаятында екі түрлі жол бар жалпы осы тәмәнунаны айтудың ше Құранда. Біріншісі алғашқы нунды екінші нунға кіргізіп жіберу. Ишмәммен бірге, ишмәм қылып, яғни ишмәм деген соның иісін сездіртіп, бірінші нун бар ана жерде деп сөйтіп кіргізіп жіберу. Вал ишмәму хуна ан тадумма шафатайка, екі ерінді алдыға шығаруың бүйтіп жинауың. Мин ғойри саутин, ешқандай дауыс шығармай. Буайда исканин нунил ула, алғашқы нунды шығарғаннан кейін, сәл уақыттан кейін бірден жаңағы ерінді шығару. Тәмән деп. Сосын ва идғамуха, кейін идғамдап жіберуің, не нәрсеге фиссани, екіншіне кіргізіп жіберуің дейді. Идғаман тәмән, толықтай кіргізіп жібересіз. Ва қабла истикмали тәшдиди, ал тәшдидті толық дыбыстаудан бұрын дейді. Ай қабла нутқи би нуни сәния, яғни екінші нунды дыбыстаудан бұрын. Түсінікті, иә? Сөйтіп идғам жасап кіргізіп жібересіз толықтай. Бұл бірінші түр, яғни былай. Шамай келші айтып көрейін. Ла тәмәннә деп айтылады. Екінші жол ол ихтилас, яғни кіргізіп жіберу деген мағынада. Кіргізіп жіберу жаңағыдай ихтилас деген мағынасы. Жалпы мағынасы ихтилас деген андай ұрлау, сосын ихфа жасыру деген сияқты мағынада. Былай айтқанда хақысын бермеу ғой, харакаттың дұрыс хақысын бермей, қысқа ғана дыбыстап айтып кету. ويعبر عنه البعض بالروم. Немесе оны ром деп атайды кейбіреулер. Бұл жерде ром немесе ихфа, яғни жасыру деп айтады. Бұл айтқанда харакатын толықтай бермеу. Бірінші нунның харакатын толық дыбыстамау. Екінші нунға көшіп кету бірден. Ва кайфиятуху, мысалы оның көрінісі ан тантиқа бин нунил ула мадмуматан музхаратан дейді.
яғни нунды ашық қылып дыбыстайсыз, кәдімгі нунды ашық қылып дыбыстайсыз бірінші нунды ше. ләкин ләйсә бикамили харакатиха дейді, бірақ андай толықтай харакатымен емес. Ла тәмәнуна деп айтпайсыз, тәмәнуна деп отырмайсыз. тәмәнуна деп бірінші нунды тез айтып кетесіз. إنما عليك أن تأتي بأكثر هذه الحركة أي بثلثيها яғни ол жаңағыдай харакаттың сол көбірегін айтасың дейді, сәл көбірегін айтасың, бір сүлісәй бір екіден үштен екісін сондайын айтасың, бірақ үш кәдімгі толықтай айтпайсың да, әріпті 100% айтпайсың, бір 80%, 70%, 75% сондай ғана айтасыз харакаттың ше. одан кейін وتذهب بعضها في النطق дейді, кейбіреулерін жаңағы достан шығара саласың дейді. ثم تنطق жаңағыдай بالنون الثانية, екінші нунды толықтай шығарасыз, толықтай ашық қылып, ешқандай тәштит қылмай шығарасыз. Тәштит қылмай, осыны біліп алу керек, ешқандай тәштит жоқ бұл жерде, түсінікті ғой. сосын بحيث يسمع السامع أنك نطقت بنونين لكن الأولى ضعيفة. яғни естіген адам сіздің екі нунда дыбыстағаныңызды естиді, тыңдаған адам. Бірақ бірінші нун өте тез қанағаттанбай қалады да, бірінші нун тез дыбысталып кеткендігін түсінеді. Осындай қылдырып біз дыбыстай білуіміз керек. Ал екіншісі ашық, анық, күшті болып шығады. وهذا لا يدرك إلا بالمشافهة من المشايخ المهارات المتقنين дейді. Мықты профессионал шейхтардың алдынан ғана бұл нәрсе түсінікті болады дейді, анығырақ, ашығырақ болады деп жатыр. Төртінші мулахаза, соңғы. تبين لك مما سبق أن الأصل في الإشمام لحفص أن يكون في الوقف آخر الكلمة. бізге, бәрімізге, сізге осы Хafs риуаятында ишмамдағы негіз жалпы қағида, ол ишмам жалпы сөздің соңында ғана келеді, дамал болған сөздің соңында ғана келеді екендігі бізге анықталды. яғни сол Хафстың көзқарасында жалпы жалғастырып уасыл кезінде ешқандай ишмам жоқ, жалпы уасыл жалғастырып оқыған кезде, немесе сөздің ортасында жалпы негізі ишмам деген нәрсе болмайды. Тек қана ишмам сөздің ортасында міне осы бір сөзде ғана келеді. Ол тәмәннә деген сөз Юсуф сүресінде 11-ші аятында ғана келеді. Қалған жердің бәрінде жоқ деп жатыр. Тек қана уақыф кезінде сөздің соңында домал болса, сол кезде ишмам жасауға болады деп жатыр. Міне осымен біздің ишмам роумға қатысты сабағымыз аяқталды. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.